Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы. Бүгін ерекше форматта видео болайын деп жатыр. Сіздермен Instagram парақшасында бөлісіп өткенмін. Соны бүгін сіздерге көрсетемін. Яғни біз Астана қаласының сол жағалауынан 3 бөлмелі үй алдық. Соны бізбен бірге тамашалаңыздар. Достар, мына біздің район жағалау деп аталады. Мынау біздің дом 9 этажды. Мына жақта құрылыс болып жатыр. Ар жақта шамалы жаяу жүрсек хат жатыр. Потом мынау жолдың арғы бетінен дәл мектеп. Мынау біздің дом, мынау мектеп. Жолдың арғы бетіне жүріп барып келе саласың. Так, мына жақта монша бар, тойхана бар, магазиндер бар, барлығы қарастырылған. Тағы да достар, кішігірім айта кететін жайт, біздің квартираның іші, яғни үйіміздің ішіне кішкене ремонтты қажет етеді. Мен оны Instagram парақшамда да айтып өткен болатын, бірақ сіздер көрсетіңіздер дегендіктен сол үшін кішігірім рум-тур жасаймыз. Жүр. Мінекей кіріңіздер деді. Мынау біздің подъезд. Мына жерде айнамыз бар. Мына жақта велосипед, коляска бәрін қалдыруға болады. Үйдің өзі жаңа, 2016 жылғы үй. Бізде Астанада бір жаманы бүкіл лифттер платный. Мына карточкаға ақша салып қоямыз, осымен только жүреміз. Мінекей, мынау біздің квартира. Стоп қой. Мінекей достар, осы біздің квартирамыз 97 квадрат метр. Іші шамалғанда ремонтты қажет етеді. Біз бұның барлығын ауыстырамыз. Алдағы уақытта оны да ремонт жасап болғаннан кейін тағы да сіздерге екінші бөлім ретінде көрсететін боламын. Біздің заттарымыз қалай көшіп келдік, солай бәрі жатыр, потому что біз оны әлі реттестірген жоқпыз. Ішін ремонт жасап болғаннан кейін барлығын реттестіретін боламыз. Так, мынау бізде прихожка. Мына жерге біз болашақта киім ілетін жер, солай істейміз. Ең бірінші, мынау біздің кладовкамыз кішігірім. Бұл жерде көреміз, алдағы уақытта может осы жерге қоямыз киімдерімізді, киім ілетін жер, аяқ киім қоятын жер, осы жердің бәрін осы жерге жасайтын боламыз. Мынау біздің кіреберіс жер. Осы жерде и бірден кладовка. Одан кейін мынау біздің бірінші. Қазір бұл жерде стиральный машина, сол тұр. Бұны да өзгертетін боламыз. Одан соң менің ең маңызды бөлмем, менің асханам. Бұл жерде әлі ештеңе жоқ. Бұл жерде да полный барлығын төбесінен бастап, полына бүкілін өзгертетін боламыз. Мына жерге менің өзім армандағандай кухня жасатамын. Оны мама-папа жасап береді сыйлығы ретінде. Осы менің кухням, бұл менің ең маңызды, не деп айтсам болады. Пауза қылмай қойып, қазір ойланып алайын. Бұл менің маңызды жерім, өйткені сіздер білесіздер, мен тамақ дайындаймын, кішігірім фудблогерлікпен айналысам, деген сияқты блог түсірем. Сол кухням жарық, қазір просто қараңғы болып қалды. Күн осы жақтан түседі, мына кухням жап-жарық болады. Бұл мен үшін ең маңыздысы еді. Одан соң қараңыздар, мынау біздің, не деп айтсам болады, балкон дейм ба, лоджия дейм ба, сондай, қараңыздар, қандай кең. Бұл жерде де әлі өзгертеміз. Кстати, біз есік алып қойдық үйлерге. Міне осындай үйдің іші әптақ болады. Осындай әптақ есіктер алып қойдық. Және де мынандай ламинаттар алдық. Тоже ақ цвет.
Ал бұл жерде біз әлі ойластырған жоқпыз не істейтінімізді. Может, мына жерде қараңғы болса, мына жерге рецепт түсіремін, может, мына жерге шай ішеміз. Идея көп, оның барлығы алдағы уақытта. И мынаны қараңыздар. Мына жақта тоже бар, артық заттарымызды да қоямыз. Мына жақтан қала әдемі көрінеді негізі. Бірақ қазір данный момент ремонт, стройка болып жатыр. Сол үшін сондай, короче. Енді кухнядан шығып, мына жер почти коридор деп айтсақ болады. Қараңыздар, қандай кең. Мына жақта палас төсеп жүріп, балалармен ойнағанға жақсы, кең, әдемі. Одан соң, мынау біздің бірінші бөлмеміз. Бұл жерді шамалы ғана реттеп, тазалап, жуып шайып қойдық. Өйткені бұл жерде пока ремонтымыз жасап болған дегенше, осы жерде ұйықтаймыз, тұрамыз, короче солай. Бұл бірінші бөлмеміз, өте жарық, қысты күні ыстық болады екен. Ең бастысы. Одан соң, мынау біздің залтам. Қонақ күтетін бөлме, қонақ бөлме деймін, қайлайды? Қонақ бөлме. Мынау біздің екінші бөлмеміз, яғни қонақ бөлме. Мынаны ашып көрейін бе? Қандай кең. Кіре бер. Мынау біздің екінші бөлме, қонақ бөлме. Қараңыздар, қандай кең. Бұл жерде де барлығын ауыстырамыз. Обой, пол, есік, бүкілін ауыстырамыз. Қонақ бөлмеде бірден балконға шығуға болады. Неке қараңыздар. Бұл жерде енді үйдегі бүкіл посудалар осы жерде, сол үшін назар аудармай қойыңыздар. Бұл заттарға мына жақтан да қала тоже әдемі көрінеді. Түнде әсіресе әдемі көрінеді. Так, одан соң біздің үшінші бөлме. Неке, мынау біздің үшінші бөлме. Бұл бірінші бөлмеден қарағанда шамалы кеңдеу. Неке, бұл жерде мына залтамның, залтам дейтін ғой. Қонақ бұл жерде, қонақ бөлмедегі балконмен бірге жалғасады. Екеуіне бір балкон. Возьму. Осы жақтан шығып, қонақ бөлмеге кірсек болады. Мінеке, екеуіне бірге жалғасқан. Бұл бөлме кең. Бірінші бөлмеден қарағанда. Бұл жерде де полностью бәрін ауыстырамыз. Және де біздің екінші ванна. Ванна деп айтамын, не деп айтады? Жуынатын жер. Екінші жуынатын бөлмеміз. Ешкім бұл жағын түсірмей қой енді. Кішігірім түсірсем болады, тоқта. Тоқта. Ал мынау екінші жуынатын бөлме. Мінеке достар, кішігірім үйімізге рум-тур жасадым. Мына осы жақтан кіреміз. Енді мына шашылып тұрған заттарға назар аудармаңыздар, олардың барлығын жинаймыз. Үйімізге от и до ремонт жасап болғаннан кейін. Мінеке достар, біздің кішігірім рум-тур аяқталды. Яғни бұл ремонттың барлығын жасаймыз. Олардың барлығын қалай жасап жатқанымыз жайында Instagram парақшама стористе бөлісіп отырамын. Сол үшін Instagram парақшамада тіркеліп өтіңіздер. Астында описанияда ссылкасын қалдыратын боламын. Яғни бұл видео біздің бірінші бөлім. Екінші бөлімде ремонттан кейінгі үйімізді көрсететін боламын. Менің сол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздерге де барлық қазаққа Астананың қақ ортасынан баспана болуды бұйырсын. Шын жүректен тілектеспін. Комментарийға ыстық лебіздеріңізді білдіріп кетіңіздер. Барлығын оқып шығатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Екінші бөлімді күтіңіздер. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы.